Сәлем достар, бүгін біз анар жемісінің пайдасын айтатын боламыз. Бірінші видеоны көрмей тұрып, арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Анардың 10 түрлі пайдасы. Бірінші, анар адам организмін құнарлы заттармен қамтамасыз етіп отырады. Оның құрамында 15 түрлі амин қышқылы бар. Сонымен қоса калий, кальций, B9, B6 дәрумендері мен минералдарға калий, мырыш, фосфор бай. Анар калориясы төмен жеміс. 100 грамм жемісте бар жоғы 72 килокалория бар. Екінші, шырының құрамында танин болуына байланысты және жемісінің қабығын медицина асқазанның жұмысы бұзылғанда, ал кепкен бұтақтары мен дінінің қабығын ішек құртына қарсы дәрі ретінде қолданады. Асқазаны ауыратындар асқазан сөлінің қышқылы жоғары. Гастритпен ауыратындар сондай-ақ энтероколиттен ауырғанда анардың ащы сұрыптарын пайдалануға болмайды. Үшінші, қанның құрамында темір аз болса және адам сүйектері сынғанда тез бітіп кету үшін анарды жеу керек. Төртінші, анар шырынының тағы да бір ерекше қасиеті ол радиация әсеріне шалдыққандарға көмектеседі. Бесінші, анар шырыны иммунитеттің жағдайын жақсартады. Нәтижесінде ағза тұмау сияқты ауруларға шалдықпайды. Жөтел кезінде тіпті анар шырынымен тамақ шаюға кеңес беріледі. Алтыншы, анар құрамында калийдің мөлшері өте көп болғандықтан ол қан қысымын төмендету үшін өте тиімді болып табылады. Жетінші, анардың құрамында қабынуға қарсы тұратын зат бар және ол буын ауруларына шалдыққан адамдардың шеміршектері ыдырауының алдын алуда маңызды рөл атқарады. Анар шырыны сондай-ақ адамды буын қабынуына шалдыққандарын ферменттердің артуына кедергі жасайды және шеміршектердің бұзылуының алдын алады. Анар құрамында өте көп мөлшерде эстроген элементі бар. Бұл элемент әйел адамдардың сүйектерінің қаусап кетуінің алдын алады. Сегізінші, анар ағашы жұмақ ағашы. Ибн Аббастың жеткізуінше біздің пайғамбар оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын, анар дәндерін біртіндеп жейтін. Біз одан неге олай жасайсыз дегенімізде, жер бетінде бойында бір дәні жәннаттан болмаған бірде-бір анар ағаш жоқ. Мен осы дәндердің бірі жәннаттық деп үміттенемін, деп жауап берді. Табарани Ал-Али, Алла разы болсын, Алла елшісінің оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын, анардың қызыл етін жеңіздер, себебі ол асқазанды тазартады. Ахмад ибн Ханбал деп айтқанын естіген. Тоғызыншы, анар косметика саласында аса ең таралған. Ол теріні бос радикалдардан әсерінен қорғайды. Теріні қалпына келтіру процестерін белсендіреді, оны қоректендіреді және жандандырады. Сондай-ақ коллаген мен эластиннің синтезделуіне мүмкіндік туғызады. Бұл әжім қыртыстарының жазылуына терінің тығыздығы мен созымдылығын ұлғайтады. 10-шы, BBC телеарнасының хабарлауы бойынша Лос-Анджелестегі Калифорния университеті зерттеушілердің бір тобы 65-70 жас арасындағы простат ауруына шалдыққан ер адамдардың бір тобын бақылауға алған екен. Бұл адамдар хирургиялық жолмен немесе лазерлік терапия арқылы простат ауруынан емделуге тырысыпты. Бірақ тексеру кезінде байқалған белгілерге қарағанда бұл адамдардың ауруы одан ары өршіп кеткен. Зерттеушілер ауруға шалдыққан осы адамдардың бірнешеуін таңдап алып, оларға күніне белгілі бір